кейбір мысалы қыздар бар мысалы, тұрмысқа қашан шығасыз деп Құдай біледі дейді. Өйтіп айналайын, сен тұрмысқа шығуыңда Құдайдың қандай қатысы бар, айналайын. Құдай біледі. Бұйырғаны болады дейді. Осының бәрі дүниетанымның қате кеткендігіне. Ал Алла Тағала айтып отыр, пендем, сен харекет етсең ғана беремін мен саған. Сен егер мысалы сіз аға осы залға бүгін келмесеңіз, әрекет етпесеңіз, келе алмаушы едіңіз ғой, рас па? Сіз жатып мысалы, Алла Тағала мені жастар орталығына алып бар деп айтса, айтпайсыз ғой, мысалы. Сіз келдіңіз, дұрыс па? Харекет еттіңіз. Міне солай. Тұрмысқа шығу үшін де харекет ету керек. Қазақ айтады мысалы, біреулер айтады, жарайды аға, еңбек етуге харекет керек шығар, бірақ тұрмысқа шығуға харекеттің қандай қатысы бар дейді да? Ал қазақ айтады, сұлу қыз таранғанша епті қыз байға шығар дейді. Бәні? Бұл қазақтың сөзі. Сонда кез келген салада тұрмысқа шығу, өзіңе жар таңдау, дұрыс жар таңдау, осының бәріне харекет керек. Сонда қазақтың тағы да арға жалғастыратын болсақ, қазақтың көне дүниетанымы өзінің байырғы, өзінің төл дүниетанымы біздің санамызды жалған түсініктерден аршиды. Сонда қазақ жалғастырады. Жаман адам құдайшыл, жұмысы жоқ адам намазшыл, тамағы жоқ адам оразашыл, әлсіз адам ақыретшіл дейді. Әлсіз адам. Неге? Ол өзінің әлсіздігін немен бүркемелеп отыр? Ақыретпен бүркемелеп отыр. Немесе тағдырмен бүркемелейді, иә? Сол Мұхаммед айтты ғой. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды дегенде шығарамын сөзімнен дейді. Біреулер өзінің бойындағы кемшілігін тағдырға жауап, енді тағдыр осылай болды дейді. Ал шынымен де әулиелерден қалған сөз бар. Әулиелер айтады, егер сен дейді, харекет етсең дейді, сенің харекетің дейді, әдетке айналады дейді. Әдет, адамның әдеті мінезге айналады дейді. Ал мінезден адамның тағдыры пайда болады дейді. Абай атамыз айтады ғой, 3-4 жылғы әдетің өзіңнің болар жендетің дейді. Жаман әдетің, басыңды жойып тұрады. Сондан қазіргі кездегі мына жастар келіп отыр. Біз қалай тәрбиелейміз жастарды? Біз айтамыз, өмір деген ғажап, өмір деген әдемі, өмір сүр, қуан дейміз де, бүкіл мемлекет идеологиясы солай, қуан, Абай айтады, қуанба дейді. Қараңыз, Абай айтады, қуанбаңдар жастыққа дейді. Неге қуанба деп отыр? Қалай білесіздер? Өйткені қуаныш олда мастық қой, сөз. Сол мастықпен жүріп өткізіп алады екен өзінің мүмкіндігін. Сонда дұрыс тәрбие қандай болады дегенде қазақ айтқан, Құдайым жасымда не бер деген? Бейнет бер деген сөз. Ал біздің қазір аталарымыз айтады, аналарымыз, мен көрген бейнетті балама бермей оқып қойсын дейді. Рас па? Мен көрейін бейнетті, балам бейнет бермесін дейді. Сонда сен балам немене бейнет көрмейтін дейді, періште ме? Сонда осы сөз айтқан адам баласына жан ашып отыр ма? Жан ашымай отыр ғой. Балам оңбаған болсын, масыл болсын. Ертең жұртқа тіленіп, тамағын таба алмай, өмір бойы қорлықта өтсін деген адам сөзі. Балама бейнет бермесін деген. Ал қазақ айтқан, Құдайым, дұға қылған, Құдайым жасымда бейнет бер деген сөз бе? Бейнет сұраған Құдайдан, тілеген. Өйткені қазақ білген данышпан. Бейнеттің артынан ғана зейнет келетінін білген. Ал біз қазір айтамыз ба мысалы балаларымызға? Өмір деген бейнет деп айтамыз ба? Шыныңызды айтыңыз, айтасыз ба? Айтпайсыз. Неге айтпайсыз? Айтыңыз. Әрбір ата-ана баласына айту керек. Өмір деген ол ойын емес. Мағжан айтады ғой. Абайдың ең үлгілі шәкірттерінің бір Абай атасының идеясын керемет жүзеге асырған Мағжан Жұмабаев айтады. Бұл не ойын емес, бейнет жері. Қылғанға адал еңбек зейнет жері.
Өмірдің бір мүшесі бола алмассың, тамшылап маңдайыңнан ақпай тер дейді. Сондықтан бұл қайдан алады дегенде, Құраннан бастау, Құранда айтады, әрбір ауырлықтың артынан жеңілдік келеді дейді. Ал біз ылғи неде үйретеміз балаларымызды? Өмір деген ғажап. Өмір деген керемет. Сондықтан біздің балаларымыз өмірдің қиындығына шыдамай морсынып жатыр қазір. Үйрене салып ажырасып жатыр. Ендідан өте алмаса қол салып жатыр өзіне. Неге? Бәрі өзімізден. Енді деген не ол? Трагедия ме ол? Қазақ айтқан, дүние қолдың кірі деген сөз. Ал бізде қазір кезде дүние неге айналды? Дүние бізге пұтқа айналды. Біз дүние үшін өзіміз балаларымызды неге итеріп жатырмыз? Қауіп қатерге. Өйткені өзіміз дүние үшін өліп қала жаздаймыз. Бір машина сынса, қараспанды өндіреміз. Кесеміз сынып қалса баламыз тұрамыз. Неге? Кедейшіліктен барлығы. Құдай-ай, әзер алып еді осы кесені деді. Шынымен де бұрынғы қазақ садақа деген, садақа, садақа деген. Дүние үшін ешқашанда баласын ұрмаған қазақ. Мұны сондықтан біз бәріміз бай болуымыз керек. Бұл жай сөз емес, неге өйткені, егер біз бай болмасақ, Алла тағаланың бізге берген аманатын жүзеге аса алмайды екенбіз. Неге қазақ мысалы Дүйсенбай, Жолдыбай, Нағашыбай деп атып қойған, сіздер мысалы ымдай есімесіңіздер ме? Мысалы Дүйсенгедей, Нағашкедей деген есімесіңіздер ме? Яғни халықтың арманы қандай? Бай болу. Өйткені қазақтың бүкіл ертегісі қалай аяқталады? Бай болып, бәйбіше болып, мақсатына жет деп аяқталады, ешқандай ертегі аяқталмайды ғой, кедей болып, мұратына жетті. Сондықтан біз харекет деген не деген кезде Шәкәрім атамыз айтады ғой. Мына Алла тағала бізді не үшін жаратқан өзі? Қалай ойлайсыздар? Алла тағала үлкен мағынасында Алла тағала өзінің құдіретін көргісі келген екен. Өзінің шеберлігін көргісі келген. Өзі құдси хадистерде мен бір жасырын қазына едім дейді де, көрінбей жатқан. Соны көрсеткім келді. Содан дейді, Мұхаммедтің нұрын жаратты. Мұхаммедтің нұрынан мына дүниені жаратты. Мұхаммедтің нұрынан адам алейхиссалам жаратты. Сонда Машһүр Жүсіп атамыз айтады, Құдайдың құдіреті адам арқылы көрінеді дейді. Қараңыздар. А бізде қазір кезде кедейлік, проблемалар бітпейтін кедейлікпен байланысты. Бұның бәрі Құдайдың жерін сынаған деп қабылдаймыз. Құдай солай біз жаратқан, Құдай біз сынап жатыр. Шынымен де Алла тағала айтады екен, менің пенделерінің үстінен менің байлығым көрініп тұрғанын қалаймын мен. Құдай біздің кедей болғанымызды қаламайды. Құдай керісінше біздің бай болғанымызды қалайды. Неге? Өйткені біз бай болсақ, осы қысқа өмірде көбірек жақсылық жасайды екенбіз. Көбірек сауап жинаймыз. Көбірек салих амалдар жасаймыз. Неге? Өйткені кедей не істей алады? Шешең ауырып қалды. Операция жасау керек. Біліп тұрсың, ақылың жетіп тұр, қалтаңда көк тиын жоқ. Сенің ақылыңнан не пайда? Не пайда? Үйленгің келеді, ғашығың бар. Әкесі айтады, қалың мал бер дейді. Қаншама жігіттер бар қазір, үйленгісі келеді. Не жоқ? Ақша жоқ, мал жоқ. Үйлене алмайды. Неге? Өйткені, неге ол үйлене алмайды? Өйткені біз не жинамағанбыз? Мал жинамағанбыз біз. Неге? Малды, шашу үшін. Қадыр Мырзалиев айтты ғой, қазақ осы дүние мен малды шашу үшін жинайтын дейді. Өзі шығайын деп тұрған көз еді.
қолтығына су бүркіп, дым бүркіп. Ал қазақтың данышпан шешені бөлтірік шешен айтады, бөлтірік әлмен айтады. Барды шашпа, жоқты қума дейді. Шашсаң шет боларсың, қусаң ит боларсың дейді. Қазақ басқаша айтып отыр. Ысырапшылдық Құранда айтылған. Мал шашу ол күнәмен тең деген. Иә. Міне сондықтан кеше бір жігітпен кездестім, сол айтады, менің малым бар дейді. Мал деген араб тілінде тұрғанда капитал деген сөз. Малым бар дейді. Енді оны қалай жұмсайын дейді. Проблемасы сондай да. Шынында рас екен. Кедейдің проблемасы малды қайдан аламын десе, бай адамдардың проблемасы қалай жұмсайын деп сұрады. Шынында ол шын сұрап отыр. Қалай жұмсайын дейді. Сосын мен айттым, жаның үшін жұмса деді малды. Жаның үшін. Жаның үшін жұмса, е? Өйткені қазақ айтады, малың жаның садақасы, е? Рас па? Малың жаның садақасы. А бізде керісінше қазір, жаның малың садақасы. Рас па? Ауырып жүрміз, сарыағашқа емдеуге ақшамызды қимаймыз. Неге? Өйткені малымызға жанымыздан артық көреміз. Ал бұрынғы қазақ не деген? Малым жаным садақасы. Жаным арым садақасы деген. Сонда мал не үшін керек? Жаның үшін керек. Ал жанға не үшін керек? Жанға өзінің мәңгілік өміріне азық жинау үшін мал керек. Неге? Өйткені айтады ғой, шүкіршілік екі түрі бар дейді. Бірінші түрі аузымен болған шүкіршілік. Яғни осы байлықтың бәрін Құдай берді, аузымен болған шүкіршілік. Екінші шүкіршілік қолмен болған шүкіршілік дейді. Ол қандай? Құдайдың берген рызық несібесі жұртпен бөлісу дейді. Кемтарлармен, жоқ-жітікпенсіз. Ол дейді, ауызбен болған шүкіршіліктен 1000 есе, миллион есе артық екен. Оны қазақ ауыз көмек дейді, сосын қол көмек дейді. Міне сол үшін керек екен бізге. Сонда мал не үшін керек дегенде, мал үш жағдайда керек екен бізге. Бірінші, Шәкәрім айтады, жан тыныштық таппайды, тән қамын жеп. Тән бұзылса, тұрағын бұзылады дейді. Ыстық, суық, аштықтан сақтау үшін зұлымдықпен айланып дейді. Сонда бірінші мал не үшін керек екен? Яғни мал жанның мейманханасы, тән, Абай айтады, дене жанның мейманханасы дейді. Қонақ қой. Сол дене бұзылса, жанында тыныштық жоқ екен. Неге? Өйткені жан қорқады. Тұрағын бұзылса, дене бұзылса, тұрағын бұзылады. Яғни осы өмірге келгенде мақсатымды орындалмай қаламын дейді. Сонда біз қазір бірінші мал не керек дегенде, сол денені сақтап қалу үшін керек еді. Жақсы киіну үшін, жақсы тамақ ішу үшін, жақсы үйде тұру үшін, яғни физикалық бізді қамтамасыз ету үшін. Екінші не керек деген кезде, жанның азығы не? Жанның азығы ұждан дейді Шәкәрім. Ұждан дегені қалай аударылады орысша? Совесть дейді. Ұждан. Егер сен малың жоқ болса, еріксіз біреуге көзін түсесің, тіленесің, ұжданнан айырыласың. Абыройынан айырыласың. Абай айтады, сол кедейленген 19 ғасырдың аяғында жер тарылды, қоныс тарылды, орыс қазақтың бүкіл жерін тартып алды, сөйтіп қазақ кедейлене бастады, сол кезде ел қыдырып ас ішетін адамдар пайда бола бастады. Сонда Абай айтады, өз үйіңнен тойырға қолың қысқан, ас берер ауылды іздеп жүрсің босқа, бір аяқ қымызбен бір жігіт берген дереу сені жұмсайды бір жұмысқа. Сонда адамның 7 жарғы бойынша адамның құны 100 жылқы, еркек адамның, әйел адамның құны 50 жылқы екен ғой. Сонда Абай айтады ғой, 100 жылқы 6 жақсы болған басы бір табақ ас болады оның құны дейді. Қазір бұл көріп жүрсіздер қаншама адамдар бір табақ ас үшін жанын жалдап жүр, үй жоқ, күй жоқ, біреудің жұмысын істеп жүр. Неге? Өйткені басында өзінің уақытын дұрыс жұмсамаған. Жасында ахахаумен уақытын өткізіп алған. Ата-анасы айтпаған, балам, жасы шақ өтеді, қуатыңды дұрыс жұмса, қуатыңды орнымен жұмса да айтпаған. Неге? Айтқан, қыдыр, жассың, көр дүниені.
Сондықтан Абай атамыз айтады, Құдайдан мал тілейсіңдер дейді. Бәріміз мал тілейміз, бірақ өкінішке қарай